Саламатсыңдар ма балдар? Бүгін біз 4-ші сынып қазақ тілі 117-ші сабақты талқылайтын боламыз. Видеоны көрмес алдын арнаға жазылып кет. 117-ші сабақ. Мен не үйрендім? Бірінші тапсырма. Мәтінді тыңда. Асқардың жауабымен келісесің бе? Өз пікіріңді айт. Арайдың сұрағы таусылмайды, ал Асқар жауап беруден шаршамайды. Бірден кейін неге екі келеді? Олай болмаса, шатасып кетеміз ғой. Асқар, ана бұлттарды қарашы, бір жағы аппақ, бір жағы онша ақ емес қой. Кір, аспандағы топыраққа тиіп кеткен ба? Асқар езу тартты. Аспанда топырақ болса, басымызға төгіліп кетпей ме? Топырақ жерде ғана болады. Әне, қарамайсың ба? Бұлттардың еш жағында жер жоқ. Оны көру үшін ұшақпен ұшып баруы керек. Мәтіннің соңғы бөлігінде алғашқы және соңғы сөйлемді көшіріп жаз. Етістіктерді тауып, шақ түрлерін ажырат. Аспанды топырақ басымызға төгіліп кетпей ме? Оны көру үшін ұшақпен ұшып бару керек. Төгіліп кетпей ме? Ұшып бару. Бұл етістік. Екіншісі, бұл жерде мәтінде қандай сан есімдер кездесті? 1, 2 дара сан есімдер кездесті. Берілген сөздерді қарсы мәнді сын есімдермен толықтыр. Кір, таза, әппақ, қап-қара, көңілді, мұңды. Дұрысы мұңды болады, яғни. Жоспар. Қазір біз мәтінді оқитын боламыз. Талап деген мәтінді оқимыз. Кеше мәшинемен аулаға теңіздің ақ қиыршық құмы төгілді. Қатар-қатар үйілген тәмпешек құм жоталанып жатыр. Балалар кешеден бері мәз-мейрам. Шымыр денелі пысығы кішкентай Нұрталап таудай құмның бауырында екі ғарыш кемесі тұр. Біреуіңді сұңқар, екіншісінде аққу деген жазу бар. Кемелердің бүйірлері күнге шайғылысып, жарқ-жұрқ етеді. Нұрталап Қамытов қайсың деп сұрауы арнайы барқылау ақпараттарында отырған Задагүл. Мен деді үстіне ғарышкер киімін киген өткір көзді қара бала. Дәрігер ғарышкердің жүрегін тыңдап, тынысын байқады. Сонан соң ауланың ортасында әткеншекке айналдырып сынады. Нұрталап сынған бөгетсіз өтті. Жарайсың, деді Задагүл. Қандай қиыншылық болса да төтеп бере аласың. Нұрталап дәрігердің ақын кеңесіне дән риза. Екі езуі екі құлағында масаттанып тұр. Достарымен қоштасқан соң ғарыш кемесіне мінуге оңтайланып еді. Нұрталап деген дауыс естілді. Ол жалт бұрылып, «Ау, мен мұндамын», деді. Апасы балконнан қарап тұр екен. Мектепке баратын уақытың болып қалды. Үйге кір, жуын, тамақтан. Бол тезірек. Нұрталап шешесінің шақырғанына қынжылып, қабақ шытты. Мұны байқаған Задагүл, жарайды, бүгін демал.